Сәлем жақсыларым, сіздермен бірге мен Ноғайбек Аслай. Бүгін мен сіздерге сабақта оқушылардың назарын бірден аудартатын ерекше интерактивті әдіс Interacti сайтының құпиясын бөліспекпін. Бірақ бәрінде бірден жарияламаймын. Себебі кейбір мүмкіндіктерді өзіңіз қарап, өзіңіздің шығармашылығыңызбен ашсаңыз деген ойдамын. Интерактивті тапсырмалар, жылдам тестілер, визуалды элементтер барлығы оқушыларды сабаққа белсенді түрде қатысуға ынталандырады. Бірақ ең қызықтысы бұл сайттың жасырын мүмкіндіктері. Мен сіздерге арнайы бірнеше кеңес беру арқылы қалай тиімді пайдалануға болатынын көрсете аламын. Бірақ ішкі механизмнің кейбір бөлігін сіздер өздеріңіз ашу қажет боласыздар. Бастаймыз. Google'a Interacti деп жазатын болсаңыздар, осы негізгі сайтқа кіретін боласыздар. Жоғарыдағы зарегистрироваться, яғни тіркелу батырмасын басып, оңайы осы Google почта арқылы бірден тіркеле аламыз. Сосын алдымыздан бірнеше сұрақтар шығады. Міндетті түрде соларға жауап беруіміз керек. Бұл сайт бізде Ресейдікі болғандықтан сұрақтардың барлығы, яғни мәзірдің барлығы орыс тілінде болады. Ал тапсырмаларды құрастырған кезде сіздер қазақ немесе қалаған тілдеріңізді қолдана аласыздар. Бұл сайтта негізі ақылы, бірақ сіздер 20 тегін тапсырманы құрастыра аласыздар. Сайтқа кірдік, жоғарыда сіздер галерея шаблонов деген жерде таңдасаңыздар, біздің әріптестеріміздің әзірлеген жұмыстарын көре аласыздар. Ішінен өздеріңізге ұнаған нұсқаны таңдап, қалағандарыңызша өзгеріс енгізіп, жұмыстарыңызға, сабақтарыңызға қолдансаңыздар болады. Немесе барлығын басынан бастағыларыңыз келсе, онда бізде интерактиві деген жерді бассаңыздар, сол тапсырманың типін таңдайтын боласыздар. Ол не болуы мүмкін? Карточка болуы мүмкін, кроссворд болуы мүмкін, memory game болуы мүмкін, puzzle болуы мүмкін. Барлығын өздеріңіз басынан құрастырсаңыздар болады. Әрқайсысын кіріп көріңіздер, жеңіл, оңай, оқушыларға қызықты болмақ. Осы тапсырмалардың ішінен мен сіздерге бірнешеуін көрсетейін. Алғашқысы колесо фортуны. Міне, бұны өзімізге сақтап аламыз. Ішінен қалаған дизайнды таңдап аласыздар. Енді өзгеріс енгізетін боламыз. Алдын ала бір қарап шығайық. Режим предварительного просмотра. Бұл шаблон маған көңілімнен шықты. Енді өзгеріс енгіземін, редактировать. Өзімнің дайындап қойған суреттерімді, сұрақтарымды енгізсем деп отырмын. Енді сектор таңдаймыз. Қанша сұрақ қоямыз, сонша сектор қалдыратын боламыз. Мұнда ұту ықтималдылығын да процентпен көрсете аласыздар. Бірінші тапсырмамыз дайын. Келесі тапсырмаларды да дәл осылай құрастырып, жалғастыра бересіздер. Сақтаймыз, осымен дайын. Келесі назарларыңызға сиқырлы қорапша тапсырмасын ұсынбақпын. Бірге әр жәшікті ашып көрелік. Бұл тапсырманы үй тапсырмасын тексергенге, қайталауға арналған тапсырмаларда қолдануға болады. Ендеше жасалу жолын көрсетейін. Галерея шаблонов, самые популярные,
Осы жерден бағанағы сиқырлы қорапша деген тапсырманы таңдаймыз. Использовать, яғни пайдалануды басамыз. Енді қалағанымызша өзгерту енгізе береміз. Ұяшықтың санын қалағандарыңызша өзгертсеңіздер болады. Мен 5-ге азайттым. Ұяшықты ашқан кездегі тақырып және сұрақтың өзін жаза аласыздар. Сондай-ақ сурет қойсаңыздар да болады. Ұяшықты ашып тексеріп көрейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай тапсырмамен қалаған нұсқада оқушыларыңызбен бөліссеңіздер болады. QR, SMS немесе сілтеме. Енді қазына іздеу тапсырмасын экранда сіздерге үлгісін көрсеткім келіп отыр. Шарты, сіздер әрбір сұраққа дұрыс жауап берген сайын жасырын суреттер ашылатын болады. Егер де барлық сұрақтарға дұрыс жауап беретін болсаңыздар, сол суреттердің бөліктері барлығы қосылып, бір жалпы пазлды құрастыратын боласыздар. Сіздер қазынаны табатын боласыздар. Ұнады деген ойдамын. Жасалу жолын көреміз бе? Галерея шаблонов, самые популярные. Осы жерден өзіміздің тапсырманы табамыз. Редактировать дегенді басу арқылы өңдей аламыз. Барлық тапсырманы керекті сұрақтарды қосып, артық сұрақтарды алып тастап, қажетті фотоларды жүктеп, керек еместерін өшіріп тастай аласыздар. Сұрақтарымыз дайын. Құттықтау сөзді де қазақша қалағандарынша ауыстырып жазамыз, сақтаймыз және дайын. Соңғы тапсырма айырмашылығын тап деп аталады. Сіздерге 1-2 сурет беріледі. Бір-бірінен 5 айырмашылығын табу керексіздер. Ал жасалу жолын бұл сіздерге тапсырма болмақ. Өздеріңіз қарап, көріп, керегін түртіп алсаңыздар. Әрине, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Әрқайсыңыздың қолдауыңыз өте маңызды.